Мысалы, кім қандай цвет ұнатады? Біреулер однотонный. Иә, біреулер вообще жылтырақ, біреулер прям стразиктармен, біреулер вообще қараны, біреулер қараны, мысалы. Например, қара перде деген сияқты, например. Ой, в общем, біз енді более қазақи тәрбиеленгеннен кейін, қазақи бір дәстүр, қазақи нандай нені көріп өскеннен кейін, біз кішкене ондай нені білеміз да, енді Зухра бізде кішкене қалай айтсам екен, современный, европейский стильде өмір сүреді да, бұл қыз андай болады ғой, бір тарелка қойып қойып, жанына бүйтіп соққана деген сияқты. Ондай біздің жалпы ондай біздің менталитетке келмейді да, енді ол ашық айтып жатырмыз өзіне. Бірақ енді айтып отырмын ғой, біздің қонақ күткен кезде ол дүниелер кішкене эстетика ол жарамай қалады. Басқаша эстетиканы айтып жатырмыз үшін Зухраға. Иә. Енді қайтадан қонаққа шақырамын дейді, жарайды дедік енді. Бұйырса тағы да шақыратыным бар енді, ұят болып қалды алдындағы шақырғам. Мен алдында жаңағы поварлар шақырып жасадым ғой. Өте дәмді жақсы болған, бірақ та дастарханға салып алатын дым қалған жоқ та. То есть 15 адам келеді дедім, и 15 адамға шақтап жасағанда, и ол 15 адам соны жеп қойды да, и салып алатын дым жоқ. И мен өзім жерге кірердей болдым. Еще мен андай не алмаған ғой. Орех, морех, сонда сухофрукты деген сияқты. Қазір сублимированный фруктыға заказ беріп қойдым. Бұйырса енді тағы новоселье жасасам, дұрыстап тұрып дастарханымды жасаймын деп жатырмын, потому что енді өзімнің көп қасиеттерін біліп. Сол қасымызда қарақат бар. Осылай қарақат туралы не айтамыз? Қарақат деген тұрмысқа шыға ма? Қойшы шын ба? Серьезно ма? Иә. Оля, біз қалай есімеді? Өтірік айтасың ба? Басы бос болсын. Иә. Бота, сен қашан тұрмысқа шығасың? Что там на горизонте біреу бар ма, жоқ па? Кеше ана бір неңді көріп қалдым да, араймен түсіп қалған. Типа біреу бар деген сияқты намек етіпсің да? Да, ну бар ма не? Біз білмейміз ба не? Білмейсіңдер. Ой ба? Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін бізде фотосессия. Көптен күткен фотосессия. Бүгін енді команда кәдімгі күшті, бізде Марлен бар, Дархан бар, Айна екеуміз суретке түсіп жатырық. Ораз бар, Марленнің қызы бар. И фотограф жігіт бар бізде. В общем, мына жақта процесс болып жатыр. Сіздерге көрсетіп жіберейік, лайв. Міне. Біздің краш. Қазір осы түсіп алсын, сосын мен түсем. Бірақ суретке түскен жек көрем деген. Жарайды. Сол, қазір осы фон, одан кейін ақ фон, одан кейін тағы да. В общем, көп күшті фотолар болады, жақында пост болады. Айнаны көрсетші, айнаға келсей. Мозарт тобы. Сәттілік. Ерсікі. Білім алғаннан кейін бетін ғана білмей, полностью білу керек деп ойлаймын. Алла жазса, адамдарға осылай картаны түсіндіріп айтқан кезде де, чтобы алғысын айтып, қуанатындай ше. Мұнаның бәрі білім ғой, қарап тұрсаңыздар. Мұның барлығы білім. Аллаға шүкір, басыға келгеніме қуанам. Көп нәрсе үйреніп жатырмын ше. Даже ақпараттарды көріп, басым жарылатындай болып отыр ғой. Не деген информациялар деп. Қайырлы түн достар, қалайсыңдар? Барлықтарың қайырлы түн. Мен жаңа үйге келіп жатырмын. Ертең күшті бір күн, маңызды такой күн будет завтра. Бұйырса, соған дайындаламын таң азанмен. Тұрып бояну керек негізі. Прическамды жасап, киімдерімді түктеп, ертеңге бүйтіп, кстати, тырнағым міне. Нан ішіп, былай негізі байлап жүрмін ғой мен. Түнде үйде болған кезде ғана тырнағымды нетіп жатырмын да, ашып қойып жатырмын да, негізі. Вообще целый день ашық жүру керек негізі тырнағым. Сол ертеңнен бастап адамдар желкенсе де, басқасын қараса да, бүйтіп қараса да, десе де ашып жүру керек тырнақты, потому что міне енді жазылып келе жатыр. Жаным, өзім тырнағымнан өзім кешірім сұраймын ше. Сол. В общем, сол достар, жаңа басқа әңгіме көшіп кеттім ғой. Сол ертең бір күшті күн болады. Ертең таң азанмен постараюсь стористардан хай, сараңё деп сторис түсіруге. Сол, қазір макияжымды жуу керек,
сосын ұйықтау керек, сосын барып ертең бодрячок болып тұру керек. Сол, бәрі қайырлы түн, жақсы ұйықтаңдар. Қайырлы түн тағы да. Бәрі қайырлы күн, достар. Таңертеңнен бастап сториске шығам деген адамды. Бәрі жазып кетті, Дана обед болды ғой, қайдасың деп. Кешірім сұраймын. Бүгін осындай күшті образымды киіп алып, магазинге жұмысқа тұруға баратам деп шучу. Бүгін маңызды күн, потому что бүгін Дәуреннің мамасы мен менің мамам танысатын күн. Біреулер, возможно, білмейді, біреулер, возможно, біледі. Біз Дәуреннің мамасымен таныспыз. Дәурен мен мамамен таныс. Вот. Соң қазір идем магазинге, бірінші мамаға, потом мама жақтан күшті бір кафеге апарып, Дәурен мамасын шақырамыз. И төртеуміз кездесе